кімдер құрбандық шалады? Ханафи мазхабы бойынша құрбан шалу бай, азат, балиғат жасына толған, ақылды, жолаушы болмаған мұсылманға уәжіп. Бұл жерде бай деп құрбан айт күні өзінің және отбасының негізгі қажеттілігінен артық мал дүниесі зекет нисабына жеткен, яғни 85 грамм алтыны бар, 40 қойы бар, 30 қара малы бар, немесе 5 түйесі бар адамға айтылады. Нисап мөлшерінде артық қаражаты болмаса да, кедей мұсылман кісінің құрбан шалуына болады. Жалпы, Ханафи мазхабында құрбан айтта шамасы жеткендерге құрбан шалу уәжіп.